Қайырлы күн, достар! Бүгін біз сіздермен қадір түнін қалай өткізу керектігі жайлы айтатын боламыз. Биыл 23 наурызда басталған қасиетті Рамазан айы 20 сәуірде аяқталады. Ал мың айдан да қайырлы қадір түні сәуір айының 17-сінен 18-іне қараған түнге түсіп тұр. Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы, қадір деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағына береді екен. Сол себепті бұл түнде адамның бір жылдық тағдыры ғана емес, ризық несібесі де жазылады. Қадір түнінде не істеу керек? Өкінішке қарай, көбі қадір түнін жай ғана ұйықтамай, қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімімен үміт еткен әрбір адам қадір түнін кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Қадір түні мақсат тек ұйықтамай, ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес, үйде немесе мешітте өткізген абзал. Ішімдік ішуге, адамдардың сыртынан ғайбаттап өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға тыйым салынады. Достармен көңіл көтеріп, ән айтып, би билеуге, сауық кешін ұйымдастыруға болмайды. Ал теледидардан ойын-сауық бағдарламалары мен фильмдердің орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп, есік-терезелерді ашып қою да қате түсінік. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуге тиіс. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Қадір түні оқылатын дұғалар. Айша анамыз пайғамбарымыздан: «Уа Алланың елшісі, қадір түнінде қандай дұға жасайын?» деп сұрағанда, Алла елшісі: «Уа Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр» деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түнінің құрметіне Раббымыздан барша мұсылманның амандығын, өзара достық пен бауырмашылдықтың артуын, ислам әлемінің бір тұтастығы мен күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеуіміз шарт. Қадір түні қай уақытқа дейін жалғасады? Қадір кеші күн батып, ауыз ашқан сәттен бастап, таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Қадір түнінің белгілері. Қадір түнінің белгілері жайында пайғамбарымыз: қадір түнінде аспан ашық болады, ыстық та, суық та болмайды, күн қызыл болып шығады деген. Тағы бір хадисінде: қадір түні тұнық әрі жарық болып, айдың өзі бейне бір нұрға толы болады. Ол түн суық та, ыстық та емес, тыныш та, жайлы болып, таң атқанша жұлдыздардың ағып түсуіне тыйым салынады. Бұл түннің тағы бір белгісі таңертеңіне күн сәулесі толған ай секілді түзу болып шығады. Әрі шайтандарға күнмен бірге жарыса шығуларына рұқсат етілмейді делінген. Сондай-ақ қасиетті түнде бұлт та, жаңбыр да, жел де болмайды.